Жана осы жерде мынандай әңгіме қозғалып кетті. Зарина жақтан негізінде білмеймін, мен подругамыз деп бір-бірін қорғай беріп керек емес деп ойлаймын. Жаңа қызға жігітке айтып жатыр да, енді сіз ешқандай да қызығушылық болған жоқ қой деп. Мен ойлаймын, бірінші адам былай қараған кезінде қызығушылық болғаннан кейін барып осы жерге келді деп ойлаймын. Енді сырласу бөлмесінде мүмкін дұрыс ашылмаған шығар. Жаңа кездесуде де ашылмады деп жатсың. Бірақтан былай ғой, Марика, сен өзің айтқан екенсің да, мен саған кездескеніме рахмет айт деген сияқты. Мен қазір естіп отырмыз, соны айтып отыр. Жігіт енді соны байқаған менсінбеушілікті. Енді сен мысың жоғары оқып кеткен байқағаннан кейін енді ол да саған қалай ашылады? Балауса ханым. Балауса ханым, битиш қазір бір минут. Мариям, айтып жіберейінші. Мариям, жауап берейін деп отырсыз ба? Жоқ, андай ғой. Қазір қалай ашылады? Балауса ханым, жана енді алдында да Алматы осы грубость танытады, осылай деп айтып жатты ғой енді. Сол кезде ойладым да, ондай емес шығар енді қыздардың өзінен деп. Бірақ жана Ақерке сөйлеп жатса, параллельді түрде сөйлеп, әңгімелесіп, кәдімгідей қоймайды да, мен айтам да, боқтап отыр да, еще микрофонсыз. Мен айтам, Алмат қарбаласып сөйлемеші десем, маған да қатты мына жерге келген кезде біз өз жарымызды іздеуге келеміз, көрінген танымайтын бір мұрынбоқтардан сөз естуге, болмаса бір боқтық естуге келмейміз Алматыда отырғандықтан, кішкене қоғамда өз-өзіңді ұстауды үйрен деп айтқым келеді. Аха, мен бұл Айнұрдың құлағы қазір жақсы сөздерді емес, жаман сөздерді өзің жағаласып жатсың. Жақсы сөздерді емес, жаман сөздерді көп естейтін болған. Және де мұрынбоқ деп жатыр ғой, мен осындай тілден табады мынадай қыздар. Және де айтайын, Айнұр, тыңда мына. Мынадай сөз бар да қазақта, ақпа құлақ қайтсаң ағып кетеді, құйма құлақ қайтсаң құйып алады дейді. Мен саған тағы да қайталап айтайын, адам сөйлеп жатқан кезде қасында редактор болды, мына жақтан анандай деп айт, былай не істе, мынадай қылма, боғауыз айтпа, бүйтпе, сен сөйлеме, микрофонды маған берші деп, ондай әңгіме айтпашы маған. Жоқ, енді мұрынбоқ деп айтып жатыр. Мұрынбоқ деп айтып жатыр. Вот осындай сөздерден өздеріне қарсы қойып алады да жігіттер. Мен білетін мына жерде төрт көзіміз түгел отыр. Балауса ханым ондай деген Алматы тарапынан болды, біз естідік. Айнұрдың настроениесі қазір жоқ, сол үшін деген көз деген жасық толып отыр мына жерде. Бұл мойындамайды, Балауса ханым енді айтып жатыр ғой, мына параллельно сөйлеп жатсын да, кішкене мәдениетке үйрен, көпшіліктің жанында отырсын. Саған бәрі былай екен да, қыз тарапынан. Айсұлу қайдасың? Айсұлудың алдында шынымен, Айсұлу сенікі дұрыс екен, алдында мен Алматқа керісінше шырпыр болып едім, жоқ ол қыздың да тарапынан шығар деп. Мен бір ауыз саған ауыр сөйлеген жоқпын, параллельді сөйлемесе естілмейсің дедім. Сыйластықтан аттап өтіп кететіндей дүние емес, кішкене сыйға сый деген қазақта жақсы сөз бар. Сол нәрсесінде сақтағай. Жақсы, ешқай тіліңізді тартып жүріңіз. Бірақ та енді бағана Айданбек айтып жатты ғой, негізі Алматының әңгімесі айтылғаннан кейін кішкене мен артқа қарай шегіндім деп жатты ғой. Негізі Айданбек сен оған байланысты емес, оған шегінген просто сен Мариямның бір тәкаппарлығын көрдің да, байқадың да негізі. Кішкене Мариям сен айтып жатсың ғой бағана, сен маған разы болу керексің, мен саған кездесуге шыққаным үшін. Сен наоборот саған үміткер келген үшін сен разы болу керексің Айданбекке. Былай ғой, Бекзат келе салып не үшін жамандығын айтады, потому что жаман нәрселер болған да. Ол болған нәрсені қазір ортаға келіп айтып отыр. Одан кейін мен Адамбекті танысуға емес бір Марико Айданбек кешір. Айданбек сен танысуға келдің ба или қызды қаралап осылай әңгімелер қайда? Оның бәрі бір жақсылығы жоқ па сонда? Жоқ, сонда біз қатысушылар үміткер мынандай жаман сөйлемейді екен, үміткер ештеңе айта алмай ма дейсің да? Ештеңе айтпау керек па ішіндегі ештеңені? Просто менсінбей отырған қызды көріп тұр да, барлығын айтып тұр. Кішкене көз танысыңыз болып жатқанда бұл жақ Алматы, иә? Самғат па Алматы па? Екеуің кездесіп былай жүгін алып барып не қылып жатыр. Енді сен көзің қалай, сен ойлан қалай болуш керек? Сен неге бар, екеуін де қолдамаймын. Өйткені любой адам мысалы таныстықта болғаннан кейін, сол таныстықтан кейін сондай дүниені көретін болса, любой еркек сәл-пәл қызғаныш. Бірақ енді менде бір сұрақ, екеуің кездескен кезде сұрақ қойған жоқ дедің, ол нәрсені сұраған жоқ сенен, иә? Ондай ештеңке сұраған жоқ. Мен даже Айданбектің сөйлейтінін қазір көріп жатырмын бар ғой. Ол кезде бір сөйлеу, ешқандай бір қызық болды. Саған деген бір осындай сұрақ қойып, жалпы сен отбасың жайлы, жалпы болашаққа бір сәл-пәл сондай бір сұрақ қояды ғой, ондай да жоқ. Контент сол болды.